Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызда сіздерді көргенімізге өте қуаныштымыз. Біздің мақсатымыз желтоқсан айына дейін 1000 подписчикке жету керек болып тұр. Бөлісе отырсаңыздар, каналға жазыла кетсеңіздер өте риза боламыз, және де видеомызды соңына дейін қарауларыңызды сұраймыз. Видеода біз не туралы айтамыз? Шашқа арналған ең жақсы, ең өтімді, ең пайдалы маскалар, яғни қыша, пияз, сарымсақ, бұрыштардан тұратын маскалар туралы айтамыз. Не себептен қыша, пияз, сарымсақ, бұрыш бұл ең пайдалы, ең тез әрекет ететін маска болып есептеледі? Себебі бұл бас терісіндегі өліп қалған клеткаларды ең алдымен бірінші оятады. Қалай оятады? Әрине ол ащы болғаннан кейін реакцияға тез түседі де, және де өліп клеткаларды оятып, оны ары қарай өсіреді, шаш өсіреді сол клеткалардан. Сонымен қартаюдағы ең қарсы, ең тиімді маскалар жылыну әсеріне ие, олар қан айналымын жақсартады және бас терісін нәрлейді, ұйқысы шамдарды оятады және өсуді ынталандырады. Оларға қыша, пияз, сарымсақ, бұрыш кіреді. Пиязға негізделген үй маскаларына арналған рецепттер. Бірінші рецепт: 2 орташа пиязды ұсақтап, шырынын сығып, 30 мл қаймақ қосамыз. Қоспаны шашыңызға 35 минуттай жағып ұстайсыз. Жылы ұстау керек басты. Сосын жуып тастайсыз. Цитрус өнімдерін қолданып, шампуньді араластырып жусаңыз, пияздың өнімдері және де пияздың иісі кетеді. Екінші рецепт: 35 мл пияз шырынын 30 мл сұйық бал мен 15 мл зәйтүн майын араластырамыз. Біртекті массаны тамырға ақырын жағамыз. Жіптердің бүкіл ұзындығына таратыңыз, жарты сағатқа қалдырыңыз. Сарымсақтың бір үлкен түйірін үкіштен өткізіп, целлюлозаға 25 мл пияз шырынын, 15 мл жылы пятки майын, 2 жаңа бөдене сарысын қосыңыз. Шаштың тығыздығына арналған бұл маска жіптерге айтарлықтай көлем береді. Бюралар оңай таралады. Пияздың жағымсыз иісін жою үшін сусабының бөлігіне 1-2 тамшы цитрус немесе гүл эфир майын қосу керек. Шашыңыздың қалақай түймедақты шөптен тазарта аласыз. Назарларыңызға көп рахмет. Каналға жазыла отырыңыздар, видеомен бөлісе отырыңыздар, және де өз ойларыңызды комментарияға қалдырып, менімен байланыса отырыңыздар. Сіздерді каналымызда көргенімізге өте қуаныштымыз. Келесі видео тақырыптарына да бір назар салыңыздар. Келесі видеоларда көре отырыңыздар. Рахмет.